Сәлем достар, мен Әлібек, бұл Техноказ арнасы. Бүгін арнамызда Инфоказ айдарының екінші бөлімі. Бұл бөлімде біз Apple компаниясының шығаратын ең арзан және ең қымбат компьютерлердің бағасын қарайтын боламыз. Ендеше тамашалаңыздар. Сонымен достар, бүгін біз Apple компаниясы шығарған компьютерлердің ішінде ең арзанын және ең қымбатын анықтайтын боламыз. Ендеше бірден Apple-дың официалды сайтына кіреміз. Өзі Apple-дың компьютерлерінің ішінде ең арзаны ол MacBook. MacBook-тың ішінде ол MacBook Air. Бірден MacBook Air-ға кірсек, міне MacBook Air-дің бірден характеристикалар шығады. Міне осы жерде жазылып тұр. Начинается $999. Купитті басамыз. Осы жерден таңдау жасаймыз. Міне ең арзаны $999, екінші версиясы $1300. Ал $1000-ға бізге не береді? 2 ядерлі Intel Core i3 10-шы поколение, память 8 гигабайт оперативті жады DDR4X, ал негізгі жады 256 гигабайт. Сонымен ең арзаны анықталды $1000. Енді ең қымбатына өтеміз. Ең қымбатына келсек, бұл жерде MacBook Air-дан кейін MacBook Pro тұрады, одан кейін iMac, одан кейін iMac Pro, ал одан кейін Mac Pro тұрады. Mac Pro дегеніміз кәдімгі үйдегі персональный компьютер сияқты корпус. Корпустың ішінде ең жақсылар жиналған. Міне бұлай қарасақ болады. Жалпы міне Mac Pro деп жазылып тұрғанның ішінде процессор орналасқан, яғни чип орналасқан. Intel-дің өзі арнайы Apple-ға арнап Intel Xeon W чипін ойлап шығарады әр жылы, және осы Apple оны сатып алады. Ал Radeon Pro Vega 2 болса, бұл жердегі графикалық чип, яғни видео картасы. Бірден енді купитті басып таңдауға өтсек. Бұл жерден бірден сізге таңдау шығады. Башня немесе стойка. Башня дегеніміз тік аяқта тұрғаны $6000, ал стойка жатқызылып қойылған аяқсызы ол $6500. Бірден қымбатын аламыз. Так, міне осы жерден сізде уже таңдау басталады. Өзінің негізгі бастапқы бағасы $6500. Ең бірінші базовый процессоры 8 ядерлі Intel Xeon жаңағы айтқандай W. Біздер ең күштісін қоямыз, яғни 28 ядерлі процессор Intel Xeon W Turbo Boost 4.4 ГГц плюс $7000. Әрі қарай таңдаймыз. Бұл жерде екінші оперативті жады базовый 32 гигабайт болса, біздер ең соңғысын таңдаймыз. Ең соңғысы 1,5 терабайт. Бұл айтқан кезінде 1500 гигабайт. Біздердің үйімізде деген көрсек 16-32 гигабайт оперативті жадты көргеміз. 1500 гигабайт дегені өте көп. Графикасына келсек, видеокартасы бұл жерде бұрыннан келе жатқан Radeon Pro Vega екінші поколениясы, әрқайсысы 32 гигабайт памятпен, яғни бұл жерде 2 видеокартасы бар. Негізгі жады базовый 256 гигабайт, ал ең соңғысы 8 терабайт, яғни 8000 гигабайт. Apple Afterburner не екенін білмедім, бірақ қосамыз. Волшебная мышь или трекпад, бұл жерде қосымшалары, одан кейін Final Cut Pro X, бұл жерде программалық жағы, Logic Pro X $200 қосымшалары. Жалпы келе $54547 ақш доллар шығып отыр. Ең қымбат Apple-дың компьютері. Бұны біз теңгеге аударсақ, теңге қазір $420 теңге болса, біз 420-ға көбейтеміз. Сонда 22
909.000 теңге. Былай қарасақ, бұның ақшасына Қарағанды, Астана деген жерлерден жай сатып алса да болады. 2 комнаталы, 3 комнаталы жайлар тапса болады былай қарағанда. Бірақ Apple өзінің қалаған бағасын қойып, әлемнің нарығында ең қымбат компьютермен аты шығып отыр. Осымен бүгінгі видеомыз тәмам. Осындай әрі қарай осы рубрика жалғасын десеңіз, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше қош, сау.